Сәлем достар, бүгінгі тақырып үйді жинақсыз алу жолдары. Үйдің жинақсыз алу жолдарының біріншісі ол трейдинг бағдарламасы арқылы. Трейдинг бағдарламасы арқылы сіз өзіңіздің көлігіңізді үйдің алғашқы 20 немесе 30, мүмкін даже 50%-ын жабу мүмкіндігіңіз бар. Яғни сіз бірінші көлігіңізді оценивать еткен уақытта сол көліктің бағасын шығарады. Ол үйдің 20%-ын құрай ма, 30%-ын құрай ма, болмаса толық суммасын құрай ма, соны шығарып аласыз. Яғни бірінші 20%-ын құраған болса, қалған 80%-ын ипотекаға салып алу мүмкіндігіңіз бар. Егер 50%-ын құрайтын болса, онда қалған 50%-ын ипотекаға салу мүмкіндігіңіз бар. Мүмкін ол көлігіңіз жаңа шығар. Сол жаңа көлікпен сіз үйдің толық суммасын жауып кету мүмкіндігіңіз бар. Екінші, ол мысалға өзіңіздің атыңызда бір үйіңіз бар болса, сіз сол үйіңізді залогқа қойып, үйдің алғашқы жарнасын шығарып аласыз. Үйдің алғашқы жарнасын төлеп біткеннен кейін, бастапқы үйіңізді залогтан шығарып аласыз, қайтарып аласыз да, ары қарай қалған сумманы ипотекаға салып, жауып төлеп шығасыз. Яғни үйді жинақсыз алу жолдары ол трейдинг бағдарламасы арқылы ала аласыз. Екінші, бір үйіңізді, болмаса туысыңыздың, ата-анаңыздың үйін залогқа қою арқылы екінші үйге қол жеткізу. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіз болады.